Айта беріңіз. Қазіргі таңда аталған сот қылмыстық іс қаралуда. Сотқа дейінгі тергеп тексеру барысында 2024 жылғы 5 қазанда қорғануға құқығы бар куә ретінде Эльмира Құрманғали қызы Нұрбековадан жауап алынған. Тергеу кезінде Эльмира Нұрбекова айыпталушылардың қылмыс жасаған әшкерелейтін айғақты жауап берген. Атап айтқанда ол, содан бала ішімен жатқан кезде Абзал қолындағы пышағымен арқа жағынан ұрып жатқаны көрдім деп айғақ берген. 6-шы бума 161-ші іс парағы 1-ші абзац. Куә Нұрбекованың алғаш берген айғақтары алдын ала тергеу барысындағы анықталған дәлелдемелермен сәйкес келеді. Сондай-ақ Нұрбекованың аталған жауабы сот медициналық сарапшының қорытындысынан бұрын, яғни 2024 жылғы 1 қарашадағы номері 173 қорытындыға дейін алынған анық. Яғни ол тек өзіне ғана белгілі жайттардағы жауап алу барысында баяндаған. Алайда сот тергеу барысында, яғни 2025 жылы 28 сәуірде куә ретінде жауап алынған Нұрбековаға бұл кісі прениеде айтатын сөздер ме? Жоқ, айтып жатырмын. Енді ол кісінің Сот рұқсат беріп отыр, тыңдап отыр мұқият. Мен прения айтып жатқан жоқпын, құрметті әріптес. Жалғастыра беріңіз. Алайда сот тергеу барысында, яғни 2025 жылы 28 сәуірде куә ретінде жауап берген Нұрбекова алдын ала тергеуде берген жауабын өзгертіп, айыпталушы Шынасылдың кәмелетке толмаған жәбірленуші Шерзат Болатқа пышақ салғанын көрмеген деп айғақ берді. Ол 2024 жылғы 5 қазандағы жауап алу хаттамасына қол қойған кезде хаттамада не жазылғанын түсінбегенін сылтауратты. Бұл түсінбеушілікті ол хаттаманың қазақ тілінде жазылғанымен, қазақ тілін толықтай түсінбейтіндігімен байланыстырды. Сонымен қатар ол жауап алу хаттамаға қол қоюына полиция қызметкерлері тарапынан қысым жасалғанын айтты. Аталған қысым бір тәулік бойы полиция бөлімінде ұсталғанын және 100-ге жуық полиция қызметкерлері тарапынан бірнеше рет жауап алуымен байланысты деп көрсетті. Алайда сот барысында куә Нұрбекованың қазақ тілін білмейтініне қатысты деректер қылмысты тергеу материалдарымен, нақтырақ айтқанда оның қатысуымен жүргізілген тергеу әрекеттерінің бейне жазбаларымен толық жоққа шығарылды. Бұл бейне жазбаларды зерттеу кезінде куә Нұрбекованың қазақ тілінде еркін сөйлейтіні, қойылған сұрақтарды түсініп оларға жауап беретіндігі сот тергеу барысында да анықталды деп есептейміз. Сонымен бірге полиция қызметкерлері тарапынан қысым көрсетілді деген мәліметтер де расталмады. Егер куә Нұрбекованың тергеу барысында заңмен көзделген құқықтары бұзылған жағдайда, оның немесе қорғаушысының қазіргі уақытқа дейін құқық қорғау органдарына арыз шағыммен жүгінуге еш кедергі болмағаны да анық деп есептейміз. Куә ретінде жауап алынбас бұрын сот тарапынан Нұрбековаға куәнің құқықтары мен міндеттері түсіндірілген және Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 420 бабына сәйкес жалған айғақ берген үшін жауапкершілікке тартылатыны да ескертілген. Сонымен бірге куә Нұрбекова сотта шындықтағанын айтуға ант берген және бұл туралы құжатқа қол қойған. Сонымен қатар сот тергеу барысында зерттелген іс материалдарымен және Нұрбекованың өз жауабына сай оның қозғалысына сотталушылар тарапынан шектеу қойылмағаны, сондай-ақ сотталушыларға тікелей тәуелді болмағаны анықталды. Куә Нұрбекованың жанында үнемі өзінің ұялы телефоны болған. Бұл тұжырым куә Нұрбекованың қылмыс жасалғаннан кейін сотталушылардың бір бөлігімен бірге қозғалған Toyota Land Cruiser Prado автокөлігіне орнатылған бейне тіркегіш арқылы жасалған бейне жазбамен танысқаны туралы хаттамаға негізделіп жасалған. 24 бума 170 іс парағы. Бейне жазбамен танысу барысында куә Нұрбекова аталған көлікте болғанын растаған. Аталған бейне жазбада Нұрбекованың өз ұялы телефон арқылы еркін сөйлесіп отырғаны көрінеді. Сондай-ақ сотталушылардың қалжыңдығына араласып күлкіде болуы да оқиға болған жердегі мән-жайларды талқылауға, өзінің пікірін білдіріп әңгімеге араласып отыруы автокөлік ішіндегі сотталушылардың тарапынан қандай да бір қысымның болмағаны анық көрінуде. Ол сот барысында берілген Нұрқиястың жауабымен де сәйкестендіріледі. Себебі Нұрқиясқа берілген сұрақта ол тегімен атысаңыз болады делді. Тегімен. Атымен емес, тегімен. Ильяс Нұрқияс, кешірім сұраймын. Осыған орай аталған мәліметтерге сүйене отырып, куә Нұрбекованың іс әрекеттерінде Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 421 бабы 2 бөлігіне сәйкес аса ауыр қылмыс туралы қылмыстық іс бойынша сот тергеуінде
көрінеу жалған айғақтар беруі және Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 434 бабына сәйкес жасалған аса ауыр қылмысты хабарлама бойынша қылмыстық құқық бұзушылықтардың белгілері бар деп санаймыз. Қазақстан Республикасының қылмыстық процесстік кодексінің 71 бабының 6 бөлігі 4 тармағына сәйкес жәбірленуші өтініштер мен қарсылықтар білдіруге құқылы. Қазақстан Республикасының қылмыстық процесстік кодексінің 76 бабының 3 бөлігіне сәйкес жәбірленушінің азаматтық талапкерлік және жеке айыптаушының заңды өкілдері мен өкілдері өздері өкілі болып тұрған жеке және заңды тұлғалар сияқты қылмыстық процесстік кодексте көзделген шекттерде процесстік құқықтарға ие болады. Баяндалғанның негізінде қылмыстық процесстік кодекстің 71 және 76 баптарына сәйкес соттан Эльмира Құрманғалиқызы Нұрбекованың тарапынан сотта қасақана көрінеу жалған айғақ берілгені үшін және аса ауыр қылмыстық хабарлама туралы жеке қаулы шығарып, аталған қаулыны Алматы облысының прокурорына тиісті процесстік шешім қабылдау үшін жолдауды сұраймыз. Come to Alibaba.com, check out the top rankings, enjoy fast dispatch and low MOQ on-time delivery guarantee. Рахмет. Екінші өтініш хатын, құрметті сот, мен енді барлығын оқымай қойын. Бұл жасы келдігі данаға да қатысты мәтіні дәл сондай. Тек бұл жерде біз жасы келді данаға қатысты қылмыстық кодекстің 434 бабына сәйкес жеке қаулы шығару сұраймыз. Рахмет. Осыған байланысты қарсылықтарыңыз бар ма? Немесе қосатындарыңыз? Пікір айтушылар, мемлекеттік айыптаушылар. Сот қарамағына, алайда бізбен бұл бойынша пікіріміз жар сөзде білдіретін болады. Жақсы, рахмет. Адвокат Бөленбаев, қанағаттандырусыз қалдыру сұраймын, өйткені жақсы келді мен Нұрбекованың іс-әрекетіне сотқа дейінгі тергеу барысында баға берілген, сот барысында жаңадан бір мән-жайлар анықталды деп есептемеймін. Адвокат Абенов. Құрметті сот, баға шындығында берілген бір жағынан. Екіншіден, құрметті сот, қарап отырсаңыз, неге бұл адамнен 10 шақты рет жауап алынады? Сол жауаптарының толық болмауына байланысты, тергеудің нашар жүруіне байланысты сон болған дүние. Ол адам шатысып та жауап береді. Содан кейін осы жерде берген жауабында оған дейін айтылмаған сөздер жәбірленушінің үстіндегі киіміне дейін, Нұрғанаттың үстіндегі киімдерін осы сотта ғана айтып берді. Тергеуде ондай анықталмаған. Егер де ол тергеуде басқа киім айтып, сотқа келіп басқа киімді айтатын болса, онда жауабында қарама-қайшылық бар деп айтуға болады. Ол кісі деген әр кезде әр түрлі толықтырып жауаптар алып отырды. Олардың ешқайсысы біріне бірі почти қарсы келмейді. Сондықтан қанағаттандыруға жатпайды деп есептеймін. Адвокат Бөленбаев, айтыңызшы, қандай шешім қабылданғаны туралы? Құрметті сот, егер сол кезде олар кінәлі деп танылса, қазір уақытта осы соттаушының қатарында отырды деп санаймын. Жоқ, қандай шешім, процессуалдық қандай шешім қабылданды? Айта аласыз ба? Жоқ, айта алмаймын. Егер олар сол кезде олардың ісі бойынша қандай да бір кінәлер анықталған жағдайда, олар қазір уақытта соттаушының қатарында отыратын еді. Мына сот тергеу барысында мысалы оған қандай да бір олардың айыптайтын жаңадан бір мән-жайлар анықталған жоқ. Бұл Нұрбекованың да жақсы келдінде ал 4 күні берген жауаптары одан кейінгі жауаптарына сәйкес келмейді. Ол жағдайда өздерінің сол кезде қылмыстық процестік заң нормаларын бұза отырып 24 сағат полиция басқармасының ғимаратына ұстап жауап алған кездегі шатасқандығымен көрсетіп отыр. Одан кейінгі жауаптары бір-біріне қайшы келмейді. Мемлекеттік айыптаушылар, айта аласыздар ма? Қандай шешім қабылданды ма? Құрметті сот, аталған куәлері, яғни жақсы келді Дана мен Нұрбек Өлемір қатысты қандай да бір процессуалдық шешім қабылданбаған, себебі олар тек куә ретінде жауап алуға болатын. Мен өз пікірімді білдірсем.
Білдіңіз. Қорғаушы Баймұханова, Қалиахмет мүддесінде. Құрметті сот, мен бұл талап өтінішті қанағаттандыруды сұраймын. Не себеп дейсіз? Себебі менің қорғауымда Қалиахметтің іс-әрекеті олардың іс-әрекетінен төмен болса да, бүгінгі таңда менің қорғауымда Қалиахмет сотталушылар арасында отыр, ешқандай бір дәлелсіз. Бірақ та сол жерде болған, бірге мәшинеде жүрген, бәрін көрген, естіген, біз жаңа бейнетаспада бәрін естілді ғой, айтылған сөздері, соның бәрін ескеріп, мен ойлаймын, бұл талап өтініш қанағаттандырылуы тиіс. Кінәлі адамдар жауаптылыққа тартылуы тиіс. Кінәсіз адамдарда отырғанына қарамастан, ол кісілерді бүгінгі таңда не себепті қылмыстық жауаптылықтан босату жер. Сол себепті талап өтінішті қанағаттандыруды сұраймын. Құрметті сот, мен толықтырып жіберсем, мына жерде 3-ші томдағы жауабына ссылка жасағым келіп тұр. Бұл жерде дәл айтып тұр. 3-ші том 147-ші бет. Нұрқияс есікті аяғымен теуіп ашып, дүкен иесін далаға шығарып алды. Алды да далаға қарай сүйреді. Артынша дүкеннің артына қарай желкесінен ұстап алып кетті. Сол сәтте сатушы жас бала қолына атыс қаруын алып шығып, әкемді жіберіңдер, болмаса мен атамын деді. Содан ол мылтықпен аспанға атты. Құрметті сот тергеуінде осы жерде анықталды. Және де барлық жерде бала, жас бала дейді. Сақалы бар адамды да жас бала деп отыр. Сондықтан ол жас бала деп басқа жерде айтқан сөз болса, оны көңіле алмаған дұрыс деп ойлаймын. Себебі тергеушілер, әртүрлі тергеушілер